биік өкше, жылтыраған костюмдегі сұлу бикештер және музыка ырғағына әлі де болса сенімді емес қозғалыс. Кешью тобының жаңа құрамы қалай ғана әніне бейнебаян түсіруде. Қалай ғана, қандай мағына береді сонда? Как такового сюжета нет. Бейнеклипте арнайы сюжет жоқ. Сюжеттен біз бас тарттық. Өйткені бұл жаңа құрам. Сондықтан мен ойлаймын, қыздарымыздың жаңа образын көрермендер көруі тиіс. Сол үшін сюжетті біз ары қарай басқа бейнебаяндарға түсіре жатармыз. Қызықты етіп, ал мұны біз қыздарды подиумнан көру үшін ұсынамыз. Міне жаңалық. Кешью тобы хип-хоп жанрында ән айтатыны жайлы сыбыс көп уақыттан бері тараған. Ал бүгін біздің осыған көзіміз жетіп отыр. Сара топта рэп оқитын болды. Знаете, почему захотелось? Потому что Бұлай болғанын қалағандығымыздың бірден бір себебі бұл құрамның ритмикасы өте тамаша. Сол үшін де біз рэп оқығымыз келді. Жалпы тек қана бұл үшін емес. Кешью тобына 10 жыл толғандықтан жаңа бір серпіліс алып келгіміз келді. Жыл аз уақыт емес, сондықтан біз жаңа идеяларды құрамға осыған дейін де алып келуіміз керек болған. Алайда қалай ғана рэп оқуды үйренді, ал бише. Видео түсірілім мен монтаждың күші неге жететінін біз білеміз әрине. Дайын бейнебаянда көрермендер еш нәрсені байқамай қалуы әбден мүмкін. Айтпақшы, бейнебаянның премьерасын 1-2 аптадан кейін көгілдір экраннан тамашалай аласыздар.